Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін 3 қана заттан тұратын керемет дәмді торттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл торт жасау үшін ешқандай духовканың да, миксердің да қажеті жоқ. Өте қарапайым жолмен жасалады. Енді мен ең алдымен кремін дайындап алам. Мендегі снежок, 700 граммдай снежок құйдым да ыдысыма. Оның үстіне 150 грамм шекер, 2 ас қасық какаоны қосып, жақсылап араластырып аламын. Егер снежок болмаса, жағы 15% қаймақ болса да бола береді. Осылай кремді дайындап аламын да, енді ыдысыма пищевой пленканы төсеп, пищевой пленка болмаса, жай ғана целлофановый мешокпен ыдысыңыздың үстіне осылай төсеп жасасаңыз болады. Енді мендегі кәдімгі қарапайым печенье, кофе или к чаю деген печеньелер бар ғой. Соны ыдысыма саламын. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тортты жасап көріңіз. Өте дәмді және жылдам дайын болады. Печеньемнің үстіне кремді саламын. Енді бұл кремнің үстіне тағы печенье, осылай ыдысым толғанша слой-слой қылып сала беремін. Крем-печенье қылып ыдысымды толтырып аламын. Енді бұл тортты жасау үшін жаңағы ингредиенттері де қымбат емес, қыздар. Осылайынша тортымды жасап алам. Ең соңғы печеньемнің бетіне кремді онша көп жақпаймын. Печенье бетін жауып тұрса болды. Сосын жаңағы пищевой пленкамен бетін жауып холодильникке 1 сағатқа қойып қоям. Негізі бұл печенье жаңағы кремді бойына өте жылдам сіңіріп алады. Мінекей 1 сағат өтті. Енді тарелкеге аударып, қыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, егерде рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Енді печеньемнің үстін бағанағы кремнің қалғанымен үстіне, жан-жағына, бүкіл жеріне кремді жағып шығамды. Енді кокосовый ұнтағымен тортымды мен сәндедім. Негізі бұл тортты өзіңіздің фантазияңызға қарай әртүрлі сәндесеңіз болады. Мысал үшін, кәдімгі грек жаңғағын табада қуырып алып, майдалап жіберіп, жаңғақпен сәндесеңіз болады, кокосовый стружкамен сәндесеңіз болады. Тым болмаса, осы тортты жасаған печеньені майдалап жіберіп, сол печеньенің өзімен сәндесеңіз де өте керемет болады, қыздар. Мінекей, мен тортым дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Өте дәмді. Сіздермен бірге болған мен, Назира. Менімен бірге осы рецептпен осы тортты жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді. Каналымда менімен бірге болғаныңыз үшін көп рахмет. Сау саламатта болыңыз. Менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығады. Сол рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Мінекей, керемет 3 қана заттан осындай торт жасауға болады, қыздар.